Сәлем достар, здоровье жасылдан кетеді деген Джонинің Мустанг тауып алатын түрін қайта жасыратын боламыз. Ой, мына адамнан қойды екен егі. Ярекс, маған неге қалаға қарай барып өзіміздің үйімізді көріп қайту керек? Аман есен бе екен? Сен Рекс осы жерде бір күн жүре тұр, жарайды ма? Еш жаққа кетіп қалма. Ал мен болсам кеттім қаладағы үй жаққа қарай барып қайтайын. Ауыл деген керемет қой, жата бергің келеді. Бірақ жұмысты да істемесең болмайды. Касой, мені қалаға дейін апарып тасташы, үйімді қарап көрейін, аман есен бе екен. Таксиге мініп бара салайын десем, қалтамда мүлдем ақша жоқ просто. Ой, Джонни, жүр кеттік, әрине боспын. Ал бүгінгі видеоның демеушісі бір хвет комментарияда тұрған сілтеме арқылы өтіп Нұр Channel промокодын теретін болсаңыздар, сіздерге 65 мың теңгеге дейін бонус беріледі. Әкеліп тастағаныңа рахмет, Касой. Давай, сау бол. Әні-мені дегенше қалаға да жетіп келдік. Ал үйімді қарастырып көрейін. Еш нәрсе болмаған сияқты жалпы. Терезесі бәрі аман есен. Мен просто қорқып едім, анау тірі қалған екі мексиканец кек сақтап менің үйімнің бытшын шығарып кете ма деп. Ой, мынау кім тағы да? Ассалаумағалейкум, көрші. Көршісіз ба әлде? Қайда баратсыз? Ой, наушник киіп алып қайда кетіп бара жатыр? Жыбырлап кетіп бара жатыр, әйтеуір түсінбедім. Қуама, шибаған ба? Жарайды. Үйімді қарастыра берейін, айналасының барлығын бәрі нормально. Арт жағын барып көрейінші не болып жатыр екен. Арт жағында, ей! Неқта қыздар жатып алған ба? Мә саған, йоқылымына, анеқта үйт. Дану гүлбану, үйді 3-4 күн болмап емен, неғып жүрсіңдер, кетіңдер бар ары. Бар, жоғалыңдар. Мен үйіме неғып кіріп алғансыңдар, түсінбедім, кетіңдер бар. Ё-майо. Ой, қайсы сол звондап жатқан? Ой, Симон дейді ма? Симон неғып звондап жатыр? Алло, Симон, ассалаумағалейкум, не болып қалды? Алейкумассалам, Джонни, менде хабары келе аласың ба? Срочно тірлік болып жатыр. Срочно тірлік дейсің ба? Қазір барамын. Жарайды, тез етіп келші просто. Саған көмектесейін келем, бір тірлік болып отыр еді неқта. Болды, аға бара тұрмын қазір. Симон күте тұрыңыз. Не болып қалды екен Симон шақырып? Ё-мое, Симон звондамағанына көп болып еді. Мына жерден такси тоқтатам ба? Просто қалтамда көк тиын жоқ та, ёкалымына такси тоқтатайын десем. Кімді шақырсам болады, блин. Жарайды, мынау көршіге айтып көрейінші, апарып тастайтын шығар деп ойлаймын енді. Ой, көрші, қалайсыз? Мен танисыз ба? Мен сіздің көршіңізбін ғой. Уағалейкум ассалам. Джонни деген сен ғой, Не болды айта бер? Аға, мені срочно автосалонға дейін апарып тастай аласыз ба? Срочно дейтінде не болып қалды? Өзің көлігің қайда? Сол өзімнің көлігім ремонтты еді просто. Жарайды, жүріңіз апарып тастайын. Ой, аға, рахмет әкеліп тастағаныңызға. Давайте сау болыңыз, жолыңыз болсын. Ёкалымына, көрші деген жақсы, көрші деген осындай болу керек қой. Енді Симонның өзі қай жақта, ёкалымына. Симонның ішіне машиналар көп еді ғой, қаяққа сатып жіберген ма бәрі? Симон өз жақта жұмыс істейді ма? Ёкалымына сұрауды ұмытып кеттім ғой. Қазір іздестіріп көрейінші, арт жақта жүретін үнемі. Ей, Симон, қайтасың? Симонның өзі де тұр ғой. Ассалаумағалейкум, Симон, не болып қалды? Джонни, бүгін не болғанын білесің ба сен өзі? Енді аға, сізге не болғанын білу үшін келіп тұр ғой, айтсаңызшы. Жарайды, онда Джонни, жақсылап тыңдап ал. Жаңа маған бір тақырып біреу документ жасап берші деп келіп тұр. Ол жайдан жай келіп тұрған жоқ, сенің көлігімен келіп тұр. Баяғы ескі ақ мустангты білесің ба? Сонымен келіп тұр, документ жасап берші деп. Мен оған өтірік жасап бердім да, яғни анау сенді шоршақты автосалонға жіберіп әдейі бар ғой. Дану гүлбану, менің мустангымды көрдім дейсіз ба? Ё-майо, қаяққа кетті аға, айтыңызшы. Қазір бар. Куда достар? Точно. Жарайды, Джонни, қазір айтам мен саған. Оны мен анау неге қарай жібердім ғой, яғни ауыл жақтағы документ істейтін бар еді, осында автосалонды білесің ба? Ауыл жақтағы, яғни тілді шоршақтағы ше. Сол үшін главный жолмен барады. Сол жаққа жетіп алсаң болады қазір.
жарайды онда аға Симон, өшім маған по-братски көмектесші, маған көлікпе бір нәрсе беріп тұршы, тезет жетіп алайын анан. Жарайды онда қазір мен саған горный мотоцикл берем, күте тұру жерде, жарай ма? Все, түсіндім Симон, көмектесіп отқаныңызға рахмет. Йокаламаны мустангым табылды дейді ма? Мәссаған, мен ол көлік жайлы мүлдем ұмытып та кетіппін ғой. Менде айтпақшы ақ мустанг бар еді ғой баяғыдан. Тездеп жетіп алу керек. Қазір көкесін танытам, Джоннидің көлігін ұрлаған қандай болатынын айтпасам, мен оған көрсетпесем, жырымсап тұр бар ғой. Симон, рахмет мотоцикл беріп отқаныңа. Қазір әкеп берем ғой, ананы ұстап алған соң. Ал кеттік қолайық. Главный жолмен бара жатыр деді ғой, сенде Шорсақтағы автосалон деді ма? Түсінікті. Сонда менің көлігімді ұрлаған адам Симонға барып документ жасаттырғысы келген болып тұр ғой, өтірік документ жасаттырып алып жүре берейін деген ғой. Қазір көрсетемін. Менің көлігімді ұрлаған қандай болатынын. Ё-мая, жетіп алу керек. Ең бастысы газды басу керек, әйтпесе қалып қалармын, білейін. Осы трассамен кетеді ғой, негізі Сенди Шортқа ең жылдан баратын жолдардың бірі осы, негізі сояқта автосалонға бар ғой. Маған бірақ негізі бір нәрсе қылып жолды кесу керек сияқты. Сондықтан мына жерден секірем. Блин, неме, сан қадалып қала жаздадың ғой. Секіргенімді қайтайын, жолды да жөндеп кескен жоқпын. Жарайды, жолды кеспей-ақ нормально бара берейінші. Ойбай, мені полицейский қолап келе жатыр, жылдамдықты арттырған үшін, сондықтан бір нәрсе қылып қашып кету керек. Ё-майо! Қазір мына жерден солға қарай бұрып кетсем, көрмей қалатын шығар деп ойлаймын. Өйткені көлікпен былайынан жүру ыңғайсыз ғой, былайынан өтіп кетейік. Осы таулардың арасымен технично полицейский жылдамдықты арттырғанымды көріп қойды. Қолыңды көтер да жерге тізерлеп отыр. Әйтпесе мына автоматпен миыңды шашып жіберем. Бауырым, неге атайын деп отырсың? Мен саған еш істеген жоқпын ғой. Қой. Қару-жарақ қой бауырым. Онда жақсылап түсініп ал. Сен менің көлігімді неге айдап жүрсің? Және де өтірік документ жасаттырып алып, құтылып кетемін деп ойладың ба? Ей, тоқта. Сен дұрыс түсінбедің. Бұл көлікті мен... Йокаламаны, мен мотоциклді салуды ұмытып кеттім ғой көлікке. Блин, Симон мотоциклін апарып беру керек қой. Жарайды, кеттік мотоциклге қайтадан оралайын да салып алайын багажникке ма бір жерге. Болды, бір нәрсе қылып қойып алдым, әйтеуір үстіне байлап қойдым, енді қап қалмайтын шығар деп ойлаймын. Асықпай жүре берейік. Бірақ асықпай дегенде чото мынау менің мустангым тартпай қалған секілді бар ғой, чото қат жүре алмай қалған ба. Өшім ана адамдардың барлығы құртқан сияқты ғой, айдап, блин, жап-жақсы мустанг еді. Енді жарайды, қазір Симонға бірінші мотоциклін апарып берейін, содан кейін Бенниге тастап кетейін, жөндеп береді ғой олар енді. Ой, Симон, рахмет саған, маған көмектесіп жатқаныңа. Оқасы жоқ, Джонни, содан кейін білесің ба, сенің мына мустангыңның 10 иесі болған ғой, сенен кейін білесің ба, сонда бір-біріне сата берген ба, түсініксіз әйтеуір. Қойшы, менен кейін 10 адамда болған ба бұл көлік? Ё-майо, немене бәле сондай, Білмеймін ғой сондай, көлікпен айналысатын контрабандистер ма, бір нәрсе ғой. Содан кейін бұл көліктің документі қиындап кетіпті жалпы. Түсінікті, сонда сен документін істей аласың ба, әлде істей алмайсың ба? Жарайды, сен онда көлігіңді ертең маған алып келсей, өзім қарап көрейін, істеуге болады ма документтерін анау жерлерге апарып деген сияқты. Таныстар бар ғой, не дегенімен қорықпасай, Джонни. Болды онда, братан, ертең келем ғой. Жақсы, рахмет ендеше. Сау болыңыз, Симон. Оның бәрін қойыңдаршы, мен өз көлігімді тапқаныма қуанып тұрмын бар ғой. Алдының бәрі быт-шыты шығып кетіпті ғой, сырылып. Бұны маған жөндеттіру керек енді. Бенниге барып қайтамын ау деймін, Беннилер базар жоқ жөндеп береді ғой. Бұл көлікті 5-6 рет жөндеген олар дейтін. Ал кеттік, содан кейін Симон не дейді жаңа? Бұл көліктің 10 иесі бар дейді ма? 10 иесі болған деді ма? Менен кейін 10 адам айдап тастаған ғой. Түсініксіз бір нәрсе болған бұл көлікпен әйтеуір не болса да. Міне Бенниге де келіп жеттік. Мына жерлерге қоя салайын көлігімді, қазір Бенниді шақырып көрейік. Түсінікті, Бенни, мен онда жақсы, мен саған көлікті тастап кетейін, ертең келіп алып кетем ғой, жарайды ма? Джонни, содан кейін ертең міндетті түрде келесің ғой, өйткені запчас керек болып қалуы мүмкін, бізде запчастар бітті. Ой, қорықпасай, бро, келем ғой міндетті түрде. Давай онда мені мазаламай-ақ қой. Давай ендеше, Бенни, сәттілік саған, мен үйге барсам болады.
сұрауларыңызбен түсірілді. Яғни көбісі комментарийға жазған болатын. Nerd Channel Джонни өз көлігін тапсыншы, яғни өзінің Мустангын тапсыншы деген видео түсірші деп. Достар, міне соны түсірдім. Егер де осы видео ұнаса, достар, міндетті түрде лайк басып өтейік, содан кейін арнаға тіркеліп қойыңыздар, достар, міндетті түрде астына. Dostlar, osman video ayarladı ama sonra dostlarımla birge asıldan güzel Jenny kızımızda Nurma Hammet amızımızdır.